Сәлеметсіздер ме? Мен бүгін Ұлы Отан соғысының ардагері, менің атам Ыбырай Шілдебаев жайлы, оның соғыстағы ерліктері жайлы айтып беремін. Геологиялық барлау колледжі ұлы жеңістің 75 жылдығына орай. Мен батырдың ұрпағымын. Дайындаған Сарымова Мейірім Серікжанқызы. Ыбырай Шілдебаев 1920 жылы дүниеге келген. Үржар ауданы Чапаев колхозының тумасы. 1940 жылы Үржар райондық военкоматынан әскер қатарына шақырылады. Ыбырай Шілдебаевтың «Қызыл әскер» кітапшасы. Шілдебаев Ибрай, гвардии рядовой, стрелок, 24-я гвардия гвардейского полка Красного Знамени, стрелковая дивизия. 267-е отделение противотанковой дивизии, заряжающий, 24-я гвардия стрелковой дивизии, отдел охраны, ОКР, контрразведка, СМЕРШ, стрелок. Волховский майданы, Сталинград майданы, 4-ші Украин майданы, 3-ші Беларусь, 1-ші Прибалтика майданы, группа Землянского полуострова майданы, Красная звезда. Қатардағы гвардияшы Ыбырай Шілдебаевтың нағыз ерлік жолының айқын дәлелі оның «Қызыл әскер» кітапшасында тіркеліп жазылған шайқас майдандары мен марапаттары. Шілдебаев Ибрай. Медаль за оборону Сталинграда, орден Красной звезды, медаль за победу над Германией, орден Красной звезды, медаль за взятие Кёнигсберга, медаль за отвагу. Майдандағы ерліктері жазылған бұйрықтар. Бірінші Қызыл жұлдыз ордені мен екінші Қызыл жұлдыз ордендері 1941 жыл, 1943 жыл. Ордендермен марапатталу мен ерліктері жайлы бұйрықтар. Құрмет медалі 1942-43 жылдарындағы Волхов пен Сталинград майдандарындағы сұрапыл соғыста көрсеткен ерліктері үшін. Соғыстағы ерліктері жайлы бұйрықтар. Мың 1943 жылы Сталинградты қорғағаны үшін медальмен марапатталды. Гвардии красноармеец Шілдебаев Ибрай награжден медалью за оборону Сталинграда. 1945 жылдың көктемінде Кёнигсбергтегі шайқаста нацистік Германияның әскеріне қарсы жасалған операцияларға қатысқаны үшін алғыс хат. 1946 жылы Кёнигсбергті алғаны үшін медальмен марапатталды. 1946 жылы Германияны жеңгені үшін медальмен марапатталды. 1946 жылы туған жері Үржар ауылына оралады. Красные горные орлы колхозына жұмысқа тұрады. 1973 жылы Үржардың Қызыл ту газетінде шыққан «Гвардеецтің жауынгерлік жолы» атты мақала шығады. Колхозға адал еңбек етіп, мал басына жауапкершілікпен қарағаны үшін, еңбектегі ерлігі үшін марапатына ие болады. Ол үшін Москваға, ВДНХ-ға барып, коммунистік еңбек екпіндісі қызыл куәлігін алып қайтады.